Қайырлы күн достар, мен сіздермен бүгін бала күннен сүйіп жейтін тағамым әсіптің рецептін үйретемін. Ол үшін бізге 2 сарымсақ, 2 пияз және жаңа сойылған малдың қанына керек болады 1 кесе. Және 1 кесе жуылған күріш қажет болады, және де 1 сәбізбен ет керек болады. Етті бәрін ет тартқыштан өткізіп, осындай бір қалыпты маса дайындаймыз. Оған бұрышымызды, қара бұрышымызды дәмдеуіш және де тұзымызды салып, дәмін келтіріп, қойдың тазартылған бүйенін жуып, өстіп ішіне салып, толтырмай. Өте тығыздап салсаңыздар жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті бос болу керек. Өстіп толтырып отырып, басын келген кезде басын ине жіп алып, қыздар тігіп қоясыздар. Міне әсіптің дайын. Енді инемен әр жеріне тесіп қоясыздар, себебі қайнаған кезде жарылып кетуі мүмкін. Ал енді суымызды дайындайық. Қазанға салып, 1 сағат қайнатып, дәміне қарай тұзын сеуіп, бетіне шыққан көбігін алып отырамыз. Қатты қайнатпаймыз, астын басып қоямыз, себебі жарылып кетуі мүмкін. Бірақ біз тесіп қойғанымызды ұмытпаймыз. Тескеннен кейін қатты қайнаса да жарылып кетуі мүмкін. Әсіп 1 сағат қайнады. Тұзын көрдік. Міне бір қалыпты қайнап жатыр. 1 сағаттан кейін мынандай етіп суытып аласыздар да. Немесе ыстықта жесеңіздер де болады. Суық және ыстық түрінде беріледі. Каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, қолдауларыңызды күтемін. Келесі каналымнан көретін видеоларымыз, ол бізде ет қосылған қатпарлы наннан жасалған самса, қамырдан жасалған самса. Рахмет. Лайк басып тіркелгендеріңіз үшін, қоңырау басқандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.